Арма қазағым, бүгін бұл бейнеде мен мынандай сұраққа жауап бергім келеді. Неге мен қазақ тілде сөйлеймін деген. Мен енді 11 класста Ресейде орыс мектепте бітірдім. Бізде қазақ тілден сабақ болған жоқ. Қазақтың тарихынан сабақ болған жоқ. Бәрі орыс тілде және орыстың тарихы болды. Мына Қазақстанға келіп, Алматыда тұрып жатырмын. Алматыға келіп, мен оңай өмір сүруіме болатын еді. Орыс тілде сайрап, орыс тілде сөйлегеніме мәз болып, дүкенге барсам, орысша сөйлесем, дүкенде маған нан сатады, қиналмауға болатын еді да. Мына қазақ тілде басқа тұрмауға болатын еді. Қазақ тілде үйренбеуге де болатын еді деген сондай. Бірақ мен оған ондай нәрселерге істемеймін. Неге? Себебі бірінші ақпарат Қазақстанға аяқ басқанында менің қолыма түскен, көзіме түскен ол ашаршылық туралы ақиқат еді. Мына кейбір қазақтардан сұрасам, ашаршылықта қанша қазақ өлді десең, 1,5 миллион, қатты кетсе 2 миллион дейді. Ақмақтар. Ашаршылықта 7 миллион қазақ зардап шекті, құрбаны болды. 5 миллионы өлген болса, 2 миллионы жер бетіне жан-жаққа шашырап, қашып, аштықтан сөйтіп кетті. Дұбырбаларын арқалап бомж болып. Қаншама сол біле тұра, сол қаншама адам сол неден зардап шеккенін біле тұра, 250 мың нелер жаңағы ағартушылар қазақтың алаштықтары репрессияға ұшырап оққа атылып кеткен екен. Сондай ақпараттарды біле тұра, мен қазақ тілден аттап кете алмаймын. Бұл жерде мәселе менің қазақ болғанымнан емес. Мәселе қазақ неге ұлтқа емес, ұлтқа байланысты емес. Сол өлгендердің сол өлген адамдардан мен аттап кете алмаймын. Олар сіздер өмір сүру үшін өздерінің өмірлерін беріп кетті. Қаншама кемпір шалдар өздерінің өмірлерін құрбан етті, немерелері өмір сүрсін, немерем нан жесін деген. Соңғы нандарын немерелеріне беріп. Сонымен қатар, енді мен Латын Америка, Африка, Азия елдерде болған отаршылықтардың және олардың әсерлерін зерттей тұра, соның әсерін біле тұра, мен қазақ тілден аттап кете алмаймын. Қазақтың екі керемет сөздері бар, негізінде көп қазақтың керемет сөздері, бірақ енді мынандай: өлінің аты шықпай, тірі байымайды деген. Сосын ар мен жан бақталасса, арды қалдырып жанымды ал деген. Аман болайық.